Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Ақбота. Бүгін видео өте оңай дайындалатын үгітілмелі самса дайындайтын боламыз, яғни слоеный тестомен күшті самса дайындаймыз. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Өте оңай дайындалады. Қамыры үгітіліп, ауызда ериді. Бізге керекті заттар: ұн, жұмсақ сары май, қаймақ, жұмыртқа, жұмыртқаның сарысы, шамалы ғана су және де тұз керек болады. Ұнның үстіне бөлме температурасында тұрған сары майды саламыз, қолымызбен осылай жақсылап араластырамыз. Яғни крошки дайындаймыз, үгітілмелі қамыр дайындайтын боламыз. Біздің уже қамырымыз дайын. Жақсылап ұнмен араластырып жібергеннен кейін келесі кезекте қаймақтың үстіне жұмыртқа және де бір жұмыртқаның сарысын саламыз. Араластырамыз. Шамалы тұз қосамыз. Толықтай бір-бірімен араластырып жібереміз. Дайын болған қоспаны жаңағы үгітілмелі қамырдың үстіне құямыз. Қолымызбен жақсылап араластырып қамыр илейтін боламыз. Басында қолға жабысатын, жабысқақ сияқты болады, бірақ ұн қоспаңыздар. Тек қана өлшемде қанша ұн болса, соны ғана қолданыңыздар. Және де алдын ала өлшеніп қойған суды құямыз да, қамырды жақсылап қанғанша илейтін боламыз. Бізде шамамен бір 5-10 минут илегеннен кейін жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр пайда болады. Салафанға салып, тоңазғышқа 40 минут қалдырып қоямыз. 40 минуттан кейін тоңазған қамырды аламыз да жұқа етіп жайып бастаймыз. Жабысуы мүмкін, сондықтан құрғағын қолдансаңыздар болады. Қамырды жайған кезде қалың немесе өте жұқа етіп жаймаймыз, орташа қалыңдықта жайып алатын боламыз. Видеода көрсетіліп тұрған қалыңдық бізге жеткілікті. Кейіннен үстіне ерітілген сары майды құямыз. Өлшемінің барлығын астында описание бөліміне жазып қойдым, сол жерден қарасаңыздар болады. Майды алақанымызбен жақсылап тегістеп жайып шығамыз. Қамырға да май сіңуі керек. Майды толықтай жағып біткеннен кейін бұл жердегі фишка, яғни біздің самсамыздың үгітілмелі болып шығуына бірден бір себепші осылай құрғақ ұнды жайылған май жағылған қамырдың үстіне сеуіп шығатын боламыз. Кейіннен шетінен бастап қатты тартып, ішіне қарай яғни орап шығатын боламыз. Нығыздап, тығыздап. Оралған қамырды осылай шиыршықтап, ішіне қарай орап, мұздатқышқа саламыз, яғни морозилькеге салып, асығыс емес болсаңыз 1 сағатқа, асығыс болсаңыз 30 минутқа майы қатқанша салқындатып аламыз. Салмасына келетін болсақ, мен таза еттен жасадым. Өзіңізге ұнаған кез келген салманы қолдансаңыздар болады. Менде сиырдың тартылған еті, пияз, тұз, қара бұрыш қолдандым. Қамырды жаңағы қатып шыққаннан кейін таразыға салып, теңдей 30-30 граммнан бөліп шығамыз. Яғни 30 граммнан бөлсеңіздер, самсаларыңыздың үлкендігі 1 келкі болады. Және де жеуге өте ыңғайлы. Біз тестаны жайған кезде видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жұқа етіп жаймаймыз. Мүмкіндігінше ортасының қалыңдығын қалдыруға тырысамыз. Бірақ ортасын қалдырамын деп жаңағындай қамырды жаймай қоюға болмайды. Шет жағын жұқалау, ортасын шамалы қалыңдау етіп жайып аламыз. Етті ортасына салып, шетін жақсылап осылай басып шығасыздар. Кейіннен жаңағы басылған
қамырдың жұқа шетін ішіне қарай бүктейтін боласыздар. Немесе өзіңізге ұнайтындай етіп, яғни андай үш бұрышты самсаларды дайындауға болады. Самсаның шетін бүгу қиын сияқты көрінгенмен, тура видеодағыдай мен сияқты істесеңіздер, сіздерге оңай, яғни шетін жұқалап басып алғаннан кейін тартыңқырап ішіне қарай бүктейтін боласыздар. Жұмыртқаның сарысына шамалы ғана сүтті араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін жаңағы дайындалған самсамыздың үстіне толықтай жағып шығамыз. Самсамыз қызарып, біркелкі болып пісуі үшін барлық жеріне жеткізіп, жұмыртқаның сарысын тегістеп жағып шығатын боламыз. Бетіне қалауыңызша өзіңізге ұнайтын күнжут сепсеңіздер болады. Яғни сіздің самсаңызға әдемілік қататын болады. Духовканы алдын ала 180 градуста қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пеште 35 минут пісіріп аламыз. Біздің самсамыз қызарып, үгітілмелі болып, күшті болып пісіп шығады. Міндетті түрде менің рецептімен дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды дегенге сенімдімін. Комментарий бөліміне комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.